Армысыздар, құрметті оқырмандар. Күнделікті қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Әрине. Анау нефте мынандай бір басқаша төстеп алған ғой. Мына жағын ашшы. Бір болайық дейді. Сен қосылайық емес пе? Шынымды айтсам, мен негізі Реалдың фанатымын да. Да? Бірақ жүрегім қазақ болғаннан кейін Қайратқа болеть еттік. Бірақ қуаныштымын. Жарайды. Не бар, бәрін сатып алды ғой, короче. Бір пакет ауа бар десең қайын. Бұйыртса, қазір бір сағаттардан кейін уже матч басталады. Мына ажиотаж қараңдар. Біз мыңбыз деген осы болып тұра көріңіз. Біз ажиотаж бар. Бір-бірін итеріп, билеті бар, жоғы. Қайрат! Өкінішті әрине достар, 5-0 ұтылдық, бірақ та айтқым келетіні біздің жаңағыдай вратада тұрған Шерхан Ильич па? Сол молодец. Қалған игроктар көрген жоқ. Шынымен айтайын. Енді қайтсын жас жігіт, мына жерде защита лағып жатыр, очко өткізіп, қанша сейв істеп берді, бірақ енді все-таки бір гол үшін соңғы 10-15 минуттарда уже терять ничего еді ғой. Сол үшін көтті жыртып, соңғы бір гол үшін ойнатқанда болатын бетті. Әттең деген сөздер ғой енді. В общем, футбол көретін, көрмейтін жандардың бәрі Қазақстанда көріп кеткен сияқты. Оказывается, біз футбол көру үшін шетелден келу керек екен ғой. Сол кезде ғана футбол көреді екенбіз. Мен өзіме қатты таңғалдым. Білесіздер ме? Мен негізі футболға мүлдем жанкүйер, ешқандай нәрсеге мен жанкүйер болмайтын. Бірақ кешелі бері мен кәдімгідей біздің Қайратқа жанкүйер болып, ішім деген алай-дүлей болып ұтса екен мыналар. Мен кәдімгідей өз көзіммен көргім келді. Билеттің бағалары айфон бағасымен бірдей болып тұрғандықтан жарайды қоя салайын дедім. Тып-тыныш барып бір жерге барып отырып көре салған дұрыс па деп ойлап қалдым. Бірақ енді әрине бұл стадионға барып көрсең ол уже басқа чувство. Ол жердегі енді атмосфера вообще мықты болады деген сөз. Мен кәдімгідей қарасаңыздар даже футболкасын алғам ғой. Кәдімгідей мен осы жолы футбол көруге ынтам ашылды. Кәдімгідей мен рахаттанып тұр. Бүгін кәдімгідей асыға күтіп отырмын. Қараңыздар. Енді конечно Қайратқа жанкүйер боламын әрине. Білесіздер ме, кешеден бері мен TikTok қарап жатыр, енді бүкіл жақ енді футбол болып жатыр. Енді соның Реалдың келгенін бәрін көріп жатырмыз. Енді ана жақта кәдімгідей мужик сияқты жігіттер. Енді жастарды примерно оны даже зерттеп шықтым. Мен негізі футбол командасының жігіттер вообще зерттемейтін. Осы жолы анау қай жылға екен, мынау қай жылға екен деп прям бәрін зерттеп шықтым. 98 и кім Джуд па, сол 2000 екен. Анау кім 98 екен. Ал біздің Қайрат командасының жігіттері жандары машинадан түсіп келе жатқандағы түрлері бөпе ғой, біздікілер бөпе. Біздің Қазақстанда жалпы көбісі негізі жас көрінеді екен, мен соған көзім жетті. Вратариста бөпе, ал кім Дастан да тоже, ол Дастан вообще білесіздер ма? Жап-жас 2007 кажется, 2008 ба ери. Мен шатастырым, кажется 2008 болу керек Дастан. Ал Рамазан деген жігіт, ол да 2006 жылғы. Біздікілер енді бөпе болып тұр енді шынымен де. Ұтып кетсе екен деген ниеттеміз ғой. Мен бұлай жанкүйер болмаған едім өмірімде. В общем, сонымен біздің жігіттерге ризамын. Өзім танитын сол 3-4 футболист бар, енді өзім зерттеген, былай қараған. Енді бүгін Қайратқа енді барынша Құдайдан тілеп болеть ететін боламыз. Жанкүйер ойнады. Негізі Реалға жанкүйер ғой, бай дей. Бірақ енді Қазақстанда ойнатқаннан кейін Қайратқа обязательно жанкүйер боламыз. Екеуміз де осындай ұқсас форма алып жатырмыз. Именно Қайраттікін. Қазақстан дейсің ғой. Болмыс бұны, Вот мына әдемі екен. Осыдан бере салыңыз. И жаңағыны. Келеді ғой, размер. Кие берейін. Размер кеп тұрған сияқты ғой. Кеп тұр, я. Асты шалбары тоже. Сенің науыңды жәкем тойда тығып жүр ғой? Иә. Айыры бады.
Даринаның алдына барып билеген. Тиктокты қатты жинап кетті. Үшеуміз өлең айтып тұрсақ па? Өліп тұрып алған ғой, үшеу бәлемай болып тұрған ғой. Еще күшті звугі. Түсіріп жатырмын өмірді. Сен бүйтіп аяқ. Міне шығам деп әйтеуір қазір шығып бара жатырмын қалаға. Саумалды алуым керек, еще деген машинаны жуғызуым керек. Әйтпесем деген ужас болып жатыр. Хотя бүгін жаңбыр жауады, погода сондай болып тұр. Бірақ іші невозможно болып жатыр ғой. Соменен машинаны жуғызып алуым керек болып тұр. И тағда бір адаммен кездесуім керек. Мынаны қақты ма? Өкшін шығып қақты ма? Қаңылдырық шап қозғап еді. Менің де бір нәрселерді бүйтіп айтып тастағым келіп тұрады да. Бірақ деп тілімді тістеп қалам. Көп нәрселерде қойшы деп сабырлығымды қосып жіберем да. Просто кейбір адамдар ренжиді екен да маған не үшін кім ренжиді деймін да. Мен 1000 рет жаса жақсылықты, даже бір рет жаманшылық көрме, бірақ соның өзінде жамандайтын адамдар бар екен да өмірде. Сіздер қазір түсінбейсіздер мен кім туралы айтып жатқанымды, және білмейсіздер да кім туралы айтып жатқанымды, оны никогда вы не догадаетесь, о ком я говорю. Бұл стористі нағып түсіріп отырсың, онда айтпасаң дейтіндерге айтайын. Бұл стористі айыбы бар адам өзі түсінеді. Кім туралы айтып жатқанымды өзі біледі, іштей сезеді. Сезіп те отырған шығар. Сезсін, әдеге айтып жатырмын. Ішіме сыймай кеткеннен кейін айтып жатырмын да. Вообще прямо андай сідігім бетіме шығып отыр да. Иногда соны ойлап ана миымның талшықтары бар ғой. Содан кейін айтып тастайын дедім да, ана күні жазып жіберейін дедім да. Сомен ақмақ болғым келмейді дедім. Ай, бұл кісі келеді. Тұра тұрыңыздар достар, мен новый кастқа новый сөз үйреттім. Қандай? Секс. Секси. Баяғы мен ғой сол. Мынау, например, секси емес. Мынау секси болғысы келеді өткенде. Біз сол отырмыз, мына жақта бізге ұры түсіп жатыр. Нұрдаулет деген. Ладно, маған бір сок берді, сол үшін қайтап беріп жатырмын. Бартыр ғой, бартыр. Иә, бартыр бізде. Мұнда Расул жүр. Расул екеуміз біріміз танымаймыз эфирде. Что? Вы кто? Кто вы? Мына жерде жаңа қыздармен танысып, күшті қыздар екен. В общем, короче, осы тамақтанып. Міне, мынаны барлығын редакторларға мен көрсетем, кім не жеп жатқанын. Міне кет бар, өздеріңіз қолдарына барыңдар. Минута осталась, минута. Дұрыс қойыңыз деп шашу керек қой. Қалай шашу керек? Дым бақыттылып тұрған адамға ұқсап тұрған жоқсың. Сезіммен шашу керек. Неге қиса қимаса қимасын деген әңгіме. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.